Бейнероликтің тұрақты демеушісі One X компаниясы жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету сервисі тек сол жерде. Төмендегі сілтемемен өтіп арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, сіздерді ақшалай бонустар күтеді. One X сілтемесі төменде. Өткен аптада Чемпиондар Лигасының жеребе тарту рәсімі өтіп, плей-офф кезеңінің төрттік финалда кездесетін клубтар белгілі болды. Әдеттегідей әр дуэльді талдап, сарапқа сала отыра жартылай финалға өтуі мүмкін клубтарды бүгінгі бейнероликте анықтайтын боламыз. Кімдер анық фаворит, қай дуэльдің тағдыры өте жұмбаққа толы, бүгінгі бейнероликте білетін боласыздар. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Манчестер Сити Боруссия Дортмунд жұбынан бастасақ, бұл жерде де басқа да дуэльдер сияқты нақты бір фаворит таппау өте қиын болса да, Сити меніңше аздаған болса да қандай да бір басымдылыққа ие. Біріншіден, ағылшындар дәл қазір өте керемет формада, соңғы 26 ойынның 25-ін ұтқан Гвардиоланың жігіттері ішкі чемпионатында тағдырын ендігі шешіп қойды десек те болады. Екінші орында келе жатқан Юнайтедтен ұпай айырмашылық қазірдің өзінде 10 ұпайды құрайды. Сондықтан оларда сәл де болса негізгі ойыншыларды демалтып, жастарға үміттене тұруға мүмкіндік бар. Бұған қоса бірқатар кадрлық проблемалар шешімін тауып, қатарға Кевин Де Брюйне мен Серхио Агуэро оралды. Ал Боруссияда барлығы мүлде керісінше, жарақатқа байланысты қатарда Аксель Вицель мен Санчо болмайды. Ішкі чемпионаттарында да оларда барлығы өте нашар. Кесенің бесігіне жайғасқан немістер әрине чемпиондықтан үмітін үзсе де, тым болмаса Чемпиондар Лигасының зонасы үшін күресуі тиіс. Десе де Чемпиондар Лигасы бұл сондай бір таңғалдыруды жақсы көретін турнир болғандықтан бұл жерде барлығы да болуы мүмкін. Манчестер Сити қазір өте жақсы формада болып, көптеген факторлар солардың пайдасында болса да, Гвардиоланың да төрттік финалға жақындай проблемалары болатына бір емес бірнеше рет көзіміз жетті. Боруссияда жоғарыда айтылғандай барлығы өте нашар болса да, оларда жалғыз өзі жүріп сүйреп алып шығатын Холланд атты тракторлары барын ұмытпаған жөн. Бірақ та не дегенмен меніңше бәрібір Манчестер Сити 60-40% басымдылықпен мен үшін фаворит саналады. Жалпы төрттік финалдағы ең тартысты дуэльдердің бірі меніңше әрине Мадридтік Реал мен Ливерпульдің айқасы. Екеуі де дәл қазір аздаған дағдарыста жүрсе де, Чемпиондар Лигасында өте жақсы нәтижелер көрсетуде. Мадридтік Реал дәл қазір Барселона мен чемпиондық үшін таласатын болады. Ал Ливерпуль АПЛ-де биыл өте нашар нәтижелер көрсетуде. Дәл қазір мерсисайдықтар кестенің 6-шы орнына жайғасып, келесі маусымда Чемпиондар Лигасына жолдама билетін алмау қаупінде тұр. Бұған себеп әрине өте үлкен кадрлық проблемалар, содан туындаған ойыншылардың жарақаттары, стратегиялық дисбаланс және басқа да мәселелер жетеді. Алайда Реалды да топ формада деп айту өте қиын. Эден Азар кезекті 300-ші мәрте жарақат алып, командаға тағы да көмектесе алмайтын болды. Бұған қоса Ливерпульге қарсы матчке жақында Реалды Эль Классико күтеді. Егер Атлетико бір мәрте жеңіліс тапса, Ла Лиганың тағдыры дәл сол ойында шешілуі мүмкін. Қысқасы Реалдың графигі өте жойқын, бірақ та ағылшындардікі де жұмсақ деп айту қателік болар. Испанияға келгенге дейін оларды Эмирейтс стадиумда Арсенал күтеді. Тактикалық таңдауларына келсек, ағылшындар биыл позициялық шабуылдардан басқа еш нәрсемен ерекшеленбесе, Зидан керісінше ойынды центрға аударып биыл бір талай комбинацияларын ұсынды. Жоғарыда аталған фактілерге қарамастан меніңше бұл жерде көп затты эмоциялық басымдылық және сәттілік пен жеке тұлғалар индивидуалдық тұрғыдан шешетін болады. Пайыздық көрсеткішпен сарапқа салсақ, меніңше екеуі де 50%-дан алады. Десе де Реалдың пайдасына ойнайтын факторлар әлде қайда көп. Биылғы төрттік финалда нақты бір айқын фавориті бар жоқ меніңше. Порту Челси дуэлінде португалдықтар жалпы 1-8 финалда сәттіліктің және Ювентустың ақмақтығының арқасында шықты. Порту дәл қазір бабында деп айту өте қиын. Соңғы 11 ойыны небәрі 4-те ұнатқан португалдықтар тұрақты ойында көрсетпей келеді. Ал Тухель келгелі әлі де жеңіліс таппаған Челси қазір өте жақсы формада десек те болады. Лондондықтарда жарақат алғандар көп емес және тактикалық тұрғыдан Томас тек прогресс көрсетуде. Шабуылда келсемін Челсиде әлі де қандай да бір нақты ойын үлгісі қойылмаса да, Тухель тым болмаса қорғаныс пен допқа иелік етудің мәселесін шешті. Португалдықтар енді қандай да бір характер көрсетіп, жоғары прессингпен әрине қарсыласты тізебіктіруі мүмкін, бірақ та бұл дуэльде меніңше бәрібір 60-40% көрсеткішпен Челси фаворит.
Кезекті өте тартысты дуэльге келсек, 4-ші матчы біз өткен жылғы Чемпиондар Лигасының финалын тағы да көретін болдық. Қазіргі таңда PSG-ны да, Баварияны да мазалаған ортақ бір проблемалар бар. Дәл қазір екеуі де ішкі чемпионаттағы мәселелерін уақытынан ерте шешпей, әлі де екінші орындағы клубтан ұпай айырмашылық өте үлкен емес. Бір-біріне қарсы алғашқы ойынға дейін Бавария небәрі 4 ұпайға алып келе жатқан Лейпцигпен ойнасып, PSG алдымен 3-ші орындағы Лионмен ойнап, кейін кестені тізгіндеген Лильмен күреседі. Қысқасы график екі клуб ішінде өте жойқын. Кадрлық проблемалар немістерге қарағанда париждіктерде әлде қайда көп. Баварияға қарсы жарақатқа байланысты Паредес, Сарабия және Бернат қатыспайды. Неймар ойынға дейін тағы бір жерде зараза жұқтырып алмаса, әрине ойнауы әбден мүмкін. Нақты матчқа келсек, меніңше бұл жерде Бавария барлық параметрде басымдылық танытып, позициялық шабуылдар, қапталдарымен қысым түсіріп, өткір шабуылдар жүргізуі мүмкін. PSG Мбаппенің феномені немесе контратак арқылы 1-2 гол соқса да, Бавария әлде қайда көп соғады. Сондықтан бұл дуэльде меніңше бәрібір 60-40% көрсеткішпен неміс көлігі фаворит. Ал сіздер әр дуэльде кімдерді фаворит санайсыздар? Қай клубтар жартылай финалға өтеді? Комментарийге болжамдарыңыз бен пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Бейнероликке лайк басып, арнамызға және инста парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.